Сәлем достар. Бүгін біз адам денсаулығына ерекше пайдалы тағам қой еті туралы толық айтып береміз. Қой еті қазақтың дастарханындағы ең жиі кездесетін әрі ең құнарлы тағамдардың бірі. Бірақ оның пайдасын көп адам толық білмейді. Бұл видеоны соңына дейін көріңіз. Қой етінің 15 түрлі пайдасын, сондай-ақ кімдерге және қанша мөлшерде жеуге болатынын білесіз. Қой еті ақуыздың ең жақсы табиғи көзі. 100 грамм еттің өзінде шамамен 25 грамм таза ақуыз бар. Бұл ақуыз денедегі бұлшық еттердің, тері мен сүйектің, жасушалардың қалпына келуіне көмектеседі. Әсіресе спортпен шұғылданатын адамдар үшін қой еті табиғи энергия мен күштің көзі. Қой етінде Б дәрумендерінің толық кешені, әсіресе Б12 дәрумендері көп. Бұл дәрумендер ми жасушасының жұмысын жақсартады, зейінді күшейтеді және жүйке жүйесін тыныштандырады. Күн сайын күйзеліске түсетін, көп ойланатын адамдарға бұл ерекше пайдалы тағам. Қой етінің құрамында мырыш, цинк және селен бар. Бұл элементтер иммундық жүйені белсенді етеді, ағзаны вирустар мен бактериялардан қорғайды. Қыс мезгілінде суық тию мен тұмау жиі болғанда аздап қой еті бар сорпа ішу бұл табиғи иммундық қорғаныс. Қой еті холестеринге бай деп жиі айтылады, бірақ бұл жартылай шындық. Қой етінде қанықпаған май қышқылдары мен омега-3 бар. Бұл майлар жүрек бұлшық етін қорғайды, қан айналымын жақсартады және артерияның қабырғасын нығайтады. Ең бастысы мөлшерін сақтау, аптасына 2-3 рет қана 100-150 грамм жеткілікті. Қой етінде гемдік темір мол. Бұл темір ағзаға тез сіңіп, гемоглобин деңгейін көтереді. Қан азықпен, анемиямен ауыратын адамдарға қой еті өте пайдалы. Әсіресе әйелдер мен балалар үшін бұл маңызды өнім. Қой майы мен еті адам ағзасына пайдалы табиғи холестерин көзі. Ол гормон түзілу процесіне қатысады. Мысалы, ер адамдарда тестостерон деңгейіне, ал әйелдерде эстроген тепе-теңдігін қалыпты ұстап тұрады. Қой етінде фосфор, кальций және магний бар. Бұл элементтер сүйектің біріктігін арттырып, буындардың қозғалысын жеңілдетеді. Жасы ұлғайған адамдар үшін бұлшық ет пен буын ауруларының алдын алу үшін қой еті жақсы тағам. Қой еті табиғаты жағынан жылы тағам. Ол қан айналымын жақсартады, суыққа төзімділікті арттырады. Сондықтан қыста немесе суық өңірлерде тұратын адамдарға қой етін жеу өте пайдалы. Ол ағзаны іштен жылытып энергия береді. Қой етінің құрамындағы амин қышқылдары мен ферменттер асқазан жұмысын жақсартады. Бірақ майлы бөлігін емес, майы аз етін пайдаланса, ас қорытуға еш қиындық туғызбайды. Асқазаны әлсіз адамдарға сорпа немесе буға пісірілген қой еті жақсы нұсқа. Қой етіндегі Б12 мен магний жүйке жүйесін тыныштандырады. Ол ұйқыны реттейді, стресс деңгейін төмендетеді және көңіл күйді көтереді. Кейде шаршаған кезде сорпа немесе бұқтырылған қой етін жеген соң адам өз-өзін әлдеқайда жақсы сезінеді. Қой етіндегі креатин және карнитин зат алмасуды жылдамдатады. Бұлшық еттерге оттегі жеткізілуін жақсартады, шаршауды азайтады. Сондықтан физикалық жұмыспен айналысатын немесе спортпен шұғылданатын адамдарға қой еті табиғи энергия көзі. Қой еті жеңіл сіңеді. Құрамында дәрумендер мен минералдар көп. Ол баланың өсуіне, сүйегінің қалыптасуына және иммунитеттің дамуына көмектеседі. Тек дұрыс пісірілген майы аз бөлігін қолданған дұрыс. Қой етінде антиоксиданттар, селен, Б дәрумендері бар. Бұл заттар жасушалардың қартаюын баяулатып, терінің серпімділігін сақтауға көмектеседі. Қарт адамдар үшін бұл ұзақ өмір мен күштің белгісі. Қой етіндегі мырыш пен ақуыз шаштың түсуін азайтады. Теріні таза ұстауға көмектеседі. Коллаген түзілуіне ықпал етіп, теріні сергітеді. Сондықтан косметологтар да рационда ақуыз ет өнімдерін болуын ұсынады. Қой етін үнемі және мөлшермен пайдалану ағзаның барлық жүйесін күшейтеді. Жараның тез жазылуына, аурудан кейін қалпына келуге көмектеседі. Бұл табиғи дәрумен мен минерал көзі. Қой еті адам денесіне пайдалы, қоректік және табиғи тағам. Ол ақуызға, дәрумендерге және минералдарға бай. Бірақ бәрі мөлшермен болғаны жөн. Аптасына 2-3 рет шамамен 150 грамм жеткілікті. Қой етін қуырып емес, буға пісіріп, қайнатып немесе сорпа түрінде қолдану пайдалырақ. Осы видео пайдалы болса, арнаға жазылып пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Келесі бейнеде біз қой майының денсаулыққа әсерін талқылаймыз.